Сәлем қыздар, бүгін 15 қалташалы іш киімдерге арналған органайзер тігеміз. Ол үшін бізге спанбонд, 100-85 номерлі қалам, сызғыш, қайшы, мындай қысқыштарды канцтовар дүкендерінен алсаңыздар болады. Мынандай 2 сантиметрлік 2 қабатталған жұқа спанбонд немесе лента, косая бейка қолдансаңыздар болады. Енді осы керек мөлшерлерімізді осылай сызып, өлшеп қиып аламыз. Маталарды қайдан алу керек және қалай таңдау керек, ол жөнінде жеке видео салатын боламын. Әзірше қалай жасалу жолын үйреніп алайық. Осылай керек мөлшерді қиып дайындап аламыз алдымен. Бізге керек мөлшерлер 8-8-ден 12 штук. Осылай 4 штук қиып аламыз. 24-10-нан 2 штук. 40-10-нан 4 штук. Осылай қиып аламыз. Және 40-24-ден 1 штук. Ең алдымен бәрін қиып дайындап аламыз. Одан кейін ұзындықтары бойынша лента, косая бейка сіздерде болуы мүмкін. Немесе осы спанбондтың жұқа түрімен осылай үстіңгі жақтарын тігіп шығамыз. Басында осылай ыңғайлы болу үшін қыстырғыштармен қыстырып алсаңыздар да болады. Енді осыларды тігін машинасында тігеміз. Осылай тігуге болады, немесе астына қоямыз, тура ортасына матаны салып, қайырып тіксек тура келеді. Осылай тізбектеліп, барлық керек мөлшерлердің үстіңгі жақтарын осылай тігіп аламыз. Енді артық жіптерін, артық маталарды осылай қиып тастаймыз. Енді мінекей барлығы дайын болды. 24-10 деген размердің екеуін алып қоямыз. Ол бізге әзірше керек емес. 40-10 дегенді, 8-8 дегенді бастап тігеміз. Біреуін аламыз. 40-10-ның 8 сантиметр арасы 5 бөлікке бөліп шығамыз. Оны сызғышпен сызамыз. Және де екінші жағында тура осылай 8 сантиметрден 5 бөлікке бөліп шығамыз.
Міне осылай екі бөлшекті тура осылай екі жағын сызып шығамыз. Екі бөлшектің тек қана бір жағын сызып шығамыз. Енді әзірше біз біреуін аламыз. 8-де 8-дің 12 штукты 3-ке бөлеміз, 4 штуктан шығады. Енді біреуін алып, сызықтан 1 сантиметр асырып, алдынан, артынан сызыққа тура келетіндей қылып, қыстырғышпен белгілеп аламыз. Тура келетіндей қылдырып, енді тігеміз. Келесісін келесі сызыққа тура осылай 4 сызыққа тігіп шығамыз. Енді міне тігін машинасында біріншісін тігіп көрсетеміз. Біріншісін тіктік, осылай болады. Енді екіншісін тура осылай сызықтан 1 сантиметр асырамыз. Астыңғы бөлігін тура сызықтың үстіне қойып тігеміз. Енді осылай қыстырғыштармен тура келетін етіп белгілеп алсаңыздар, өздеріңізге жеңілдеу болады. Одан кейін осылай басында закрепка жасаймыз. Және аяқ жағында закрепка дегеніміз тігін машинасында алдыға, артқа, алдыға жүру. Яғни матамыз сөгілмеу үшін. Үшінші, төртінші бөлікті де тура осылай тігіп шығамыз. 1 сантиметр асырамыз. Артқы жағы тура сызықпен келу керек. Осылай үшінші, төртінші сызықты тігіп шығамыз.